Армысыздар, бүгін сіздерге жүректегі мұз телехикаясының 83-ші сериясының эпизодтарымен таныстыратын боламын. Бұл сериясында Меліктің әкесі келіп, Меліктің клиникасына келіп, әкесінің келгенін айтып, құшақтағысы келеді. Мелік оны жақтырмай, құшақтама, маған жолама, неге келдің сен, деп ұрсып шығады әкесіне. Әкесі жылулықпен, махаббатпен қызын құшақтағысы келіп әрекет жасап еді. Мелік әкесін итеріп жібереді және жақындамауын айтады. Бізді тастап кеткенің, Грузияға көп ақша табамын, осыдан жағдайларымызды жақсартамыз деп айтқаның қайда? Сені Грузияда қонақ үйлерде әйелдермен көңіл көтеріп, қыдырып бізді ойлаған жоқсың. Ал бізді әжеміз бақты қақты, қартайған шағындап, егіндікте жұмыс жасаса да біз екеумізге, Нұх екеумізге жұмыс жасатқан емес. Оқудық, барлық жағдайымызды осы әжеміз жасады, деп айғайға салды. Тақсим мен Сумру екеуі табиғат аясында тамақтанды. Сумру өзінің өмірінен кішкене ғана сыр шертті. Тақсим де анасын еске алып, анасы өткен өмірінде ешқандай қызық көрмей, бұл өмірден қиындық бейнет көріп, өмірден өткенін айтты Сумруға. Сумру көңілін түсірме, ендігі жерде ол сені көктен қарап, бақылап отыр деді. Нұх Севилаға хат жазып, бүкіл сезімімді білдіргісі келіп, хат жазады. Нұх не жазарын білмей, қалай ақтарыларын білмей Севилаға әбден дал болады. Әкесі мен Мелік қатты сөзге келеді. Сендерді тастап кеткен жоқпын, қайтып келемін деп уәде бердім. Сен түрмеде отқаныңмен де қайтып келмедің. Ашуланып Мелік далаға жүгіріп шықты. Әкесінің сыртынан қарап, бірден Нұхқа хабарласпақшы болды. Нұх не жазарын білмей Мелікпен сөйлесе бастады. Мелік әкесінің келгенін айтпас бұрын Нұх Севилаға не жазарында білмей отырым, көмектесіп жүрші деп Мелікке айтып үлгереді. Бірақ бұл маңызды емес еді. Мелік тек әкесінің келгенін айтып, Нұхты телефонды қоя салды. Ал Мелік пен Нұхтың әкесі Хикметпен кездесіп, арада болған дауды айтып, қызының қабылдамағанын, ендігі жерде қабылдамайтынын айтты. Әрине сені қалай қабылдасын, сен олардың шешесін зорлағаның, деп Хикмет өзіне шабуыл жасай бастады. Мен олай жасамадым, мен олай істеген жоқпын. Ол қалай мен түрмеге отырдым, солай ол балдарды әжесіне тастап кетіп қалғанын айтты. Яғни бай еркектердің қолына кіріп алмақшы болып, басын айналдырып алмақшы болып кетіп қалды деп ақтала бастады. Хикмет бірақ оған сенді. Өйткені ол Сумрудың қандай екенін білемін. Ол сондай арсыз әйел, оның қолынан бәрі келеді. Өйткені егіз балдар іздеп келген кезде Сумру ақша беріп, бұл жерден кетіңдер деп айтқан. Ол өз балдарын да мойындаған жоқ, бірақ сонда да балалары оны анам деп жақсы көріп, қастарында жүргенін айтады. Екі балаң басында біреуі жүргізуші, біреуі массаж жасайтын қызметкер болып жұмысқа тұрып, не үшін шешесінің артын аңдығанын бәрін Мелік пен Нұхтың әкесіне Хикмет бәрін баяндап береді. Ол ондай жағдай болған білмейді. Әрине қайдан білсін, ол түрмеден шыққаны жаңа ғана. Бірақ сонда да балаларын іздеп келгенін айтады. Ендігі жерде балалармен болғым келетінін айтады. Бірақ енді сені балдарың қабылдамауы мүмкін, өйткені саған балдарыңды қарсы қойды. Өйткені сен балдарың қиналған кезде қасынан табылмадың, деп Хикмет Мелік пен Нұхтың әкесіне қарсы шығады. Бір кездері ойланып тұрып, Хикмет Мелік Нұхқа жетіп келеді. Жүгіріп келіп, Мелік Нұхты қатты құшақтайды. Қатты құшақтап тұрып, еріксіз көзіне жас алады. Нұх бәрі жақсы болады, уайымдама, деп отыр, кәне ентігіңді бас, не болғанын маған түсіндіріп айтшы, деп айта бастайды.
сол кезде Мелек бәрін баяндап береді. Әкесінің клиникаға келіп мені құшақтап кешірім сұрап, ендігі жерде сендердің қастарында болам деп уәделестік. Бірақ ол әйел анамызды зорламаған екен. Мен шешемізді зорладың, сен сөйтіп түрмеде отырдың деп айтып едім, оны мойындамады. Оның бәрі өтірік, сендерге бәрін өтірік айтқан деп мойындамады. Сонда бізге анамыз өтірік айтқан ба, әлде әкеміз бе? Әкеме де сенгім келмейді. Басында барлығын тастап, бізді қашадай кішкентай кезімізден тастап, қызық қуып, сауық сайран қуып кеткен әкемізге де сенгім келмейді. Бірақ екі ортада қалғандаймын. Ол маған жағдайларыңды ойлап тастап кеттім деп ақталып, бүкіл жағдайымызды ойладым, көп ақша тауып жағдайымыз түзеледі деп ойладым деп ақталды. Бірақ мен сенгім келмейді, өйткені бұл өтірік. Хикмет пен Меліктің әкесі ұзақ сөйлесті. Қалай болса да оны өзінің пиғылына пайдаланбақшы болды. Хикмет пен Меліктің әкесі бірдеңке ұйымдастыратыны анық еді. Бірақ не ұйымдастыратыны белгісіз. Анығын айта алмады. Бірақ Сумруды өз орнына қою керек екенін айтты. Және де бұл өтірігін арашарлап балдарына қарсы қоюымыз керек деп ақтала кетті.